Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ең оңай және дәмді картофельный дольки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге картоп қажет болады. Ең алдымен картоптарымыздың сыртын жақсылап жуып, тазалап аламыз. Сонан соң видеодағыдай бөліктерге бөлеміз. Барлығын турап болғаннан соң картоптарымызды маринадтап аламыз. Достар, егерде видео ұнап жатқан болса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Картоптарымызға тұз, бұрыш және сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз да 20 минутқа маринадтап қоямыз. Сонан соң табамызға сұйық май құйып, екі беті қызарғанша қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Осымен біздің картофельный долькиміз дайын.